Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. 3-ші бөлім адамзат дамуының жаһандық мәселелері. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпараттық коммуникациялық жаһандану, ғаламшардағы жаһандық мәселелер және сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, бүгінгі жобамыздың тақырыбы жаһандану және оның қоғамға әсері. Жалпы жаһандану мәселеге көзделген кезде бір мемлекет белгілі бір Енді жасырынған сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, бірінші сұрақ: адамзат тұрмысындағы көптеген үрдістердің компьютерленуіне қалай қарайсыңдар балалар? Ойымызды жүйелеп, осы сұраққа жауап берейік. Келесі сұрақ: 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына қандай маңызды факторлар әсер етеді? Үшінші сұрақ: берілген суреттегі ақпараттың бүгінгі тақырыпқа қандай қатысы бар? Сұраққа жауапты дәптерге жазып, өзіміздің ойымызды білдіреміз. Балалар, енді оқулықтың 89-90 беттеріндегі оқылым мәтінімен таныс болайық. Әлемде болып жатқан кең ауқымды қайта құрулар ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуымен тығыз байланысты. Ғаламдық ақпараттық коммуникациялық технологиялар 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына әсер ететін ең маңызды факторлардың бірі. Ақпараттық дамудың жаһандық жүйесі қазіргі заманғы интеграциялық процестердің ішіндегі аса ықпалдысы. Оған коммуникациялық мүмкіндіктерді дамыту және ғарыштық кеңістікті ақпарат беру үшін пайдалану, жаһандық ақпарат желілерінің пайда болуы және тез қарқынмен дамуы, адамзат тұрмысындағы көптеген үрдістердің компьютерлендірілуі жатады. Сонымен қатар, келешекте ақпараттық коммуникациялық кешендердің көмегімен екі бағыттағы ғарыштық жүйені дамыту, бизнесті, өндірісті, үй шаруасын басқарудың біртұтас жүйесін құру, өмір сүру үрдістерінің мейлінше үлкен бөлігін компьютерлендіру мен роботтау жүреді. Олай болса, компьютерлік технологиялардың ғаламдық ақпараттық кеңістікті қалыптастыруда, ақпараттық қоғамды дамытуда маңызы зор. Яғни балалар, осы ақпаратты дамытудың жаһандық жүйесі қазіргі замандағы ең интеграциялық процестердің аса ықпалдысы болып отыр. Оған жаңағы қарым-қатынас мүмкіндіктерін дамыту және ғарыштық кеңістікті ақпарат беру үшін пайдалану жатады екен. Балалар, енді осы оқылым мәтіні негізінде мына тапсырманы орындайық. Мәтінді оқып шықтық, енді мәтіннің құрылымын, рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаңыздар. Мәтіннің құрылымы, мәтіннің әр бөлігі қалай жазылған және мәтіннің түрін анықтайсыздар. Ол әңгімелеу мәтіні ме, ол пайымдау мәтіні ме, немесе сипаттау мәтіні ме? Жауаптарыңызды салыстырып шығыңыздар. Тілдік білім сөз жасамның лексика-семантикалық тәсілі. Балалар, ғылым салаларында лексика-семантикалық тәсіл арқылы терминдер көп жасалған. Мысалы, тіл біліміне жататын
терминдер. Олар сөз, буын, мағына, есім, шылау, үстеу, сөз таптары тағы басқа. Ал экономика ғылымының терминдеріне күн, нарық, құн, ақша тағы басқа. Ал әдебиет ғылымының терминдеріне теңеу, суреттеу, өлең, әңгіме, эпитет тағы басқалар жатады екен. Ал физика ғылымына қимыл, қозғалыс, үдеу, жылдамдық тағы басқа. Математика ғылымына үшбұрыш, көбейту, қосу, алу, бөлу. Бұл терминдер математикалық термин деп аталады. Лексика семантикалық тәсіл арқылы сөздің жаңа мағынаға көшуіне байланысты сөз бір сөз табынан екінші сөз табына ауысады. Оны ғылымда конверсия деп атайды. Конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы өте көп тараған тәсіл. Мысалы, зат есімге заттану арқылы көшкен сөздер өте көп. Мысалы, бүлдірген, бастапқы буынына және қосымшаларына қарап отырайық. Ағарған, қорған, қамал, айтыс, қоршау, ақ, асар, жетісі, екпін, жасау, тағы басқа. Лексика семантикалық тәсілде мағынасы өзгерген сөз үнемі бір сөз табынан екінші сөз табына ауыса бермейді. Сондықтан лексика семантикалық тәсілдің іштей айырмасы бар. Оның бірінші айырмасы сөздің жаңа мағына алуына байланысты басқа сөз табына көшу. Мысалы, асар, жасау, қорған тағы басқа. Сөз жаңа мағына алса да, сөз табын өзгертпей, өз сөз табының құрамында қалуы. Мысалы, құн, нарық, буын, есім тағы басқа. Екінші тапсырма, балалар, оқылым мәтінінен лексика семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөздерді табыңдар. Конверсия жолымен жасалған сөздердің қай сөз табынан, қай сөз табына ауысқанын түсіндіріңдер. Мысалы, қарқын деген зат есімінен қарқынды деген сын есім жасалып тұр. Келесі тапсырма. Ғылыми көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, берілген ойды жалғастырып, шағын мәтін жазыңдар. Ақпараттық коммуникациялық жаһанданудың адамдардың жүріс-тұрысына, олардың біліміне және жұмысына, сондай-ақ үкімет пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасына қатысы бар. Себебі, әр қарай өз ойларыңызды жалғастырыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айгүл Мұхсин қызы.